Айдананың қуыршағы 5 бөлім. Менің өміріме шабуыл жасаған паразиттен құтқарғандарыңыз үшін рахмет айтамын. Содан бері денемді жеңіл сезініп қалдым, деді қуыршақ ана мен қызды таңғалдырып. Біз сені қандай паразиттің шабуылынан құтқардық? Деді Айдана. Менің ішіме кіріп алып, жұмсақ етімді жегісі келген. Қызық екен мынауы. Бұл әлі талай-талай қызықты шығарар, деді анасы таңдана сөйлеп. Паразит деп тұрғаның біз олжалаған бағалы зат па? Әлде бұл үйге біз білмейтін басқа бір паразитті ала келдің бе? Деді енді шыдамсыздана. Айдана да қорқып кетті. Ол паразиттің адам денсаулығына зиян тигізетінін білетін еді. Я, ол паразит мен қайда жүрсем сонда жүрді. Себебі оны денемнен қуып шығуға шамам жетпеді, деді қуыршақ. Түр кейпінде енді не істер екенсіңдер дегендей мысқыл көрінді. Айттым ғой, бұл бізге бақыт әкелмейді, деді анасы. Анашым, ашуланбашы. Дұрыстап сұрап, анық-қанығын білейік. Қуыршағым дұрыс түсіндіре алмай тұр, деді анасының ашуынан қорыққан қыз. Сұра анық-қанығын. Менің тас қабыршақты алдап сулап тұратын шамам жоқ, деп дүңк еткізді. Қуыршағым, паразит туралы маған түсіндіріп айтасың ба? Деп өтінді қыз. Қуыршақ сөзін бастады. Бір күні су ішіп тұр едім, аузыма қиқым түсіп кетті. Әлгіні шығарып тастағым келіп, әрі-бері әурелендім. Әлім келмеді. Аузымда жүріп, олай-бұлай зыпылдап ұстатпады. Бір уақытта етімді тістей бастады. Сөйтсем, қиқым дегенім қылдай паразит екен. Оған да оңай олжа керек болыпты. Топырақтың түйіріндей болып алып, менің жұмсақ етімді қорек етіп, семіріп жатқысы келіп, аузыма кіріп кеткен екен. Мен де қорғана бастадым. Тірі тұрып, топырақтай бәлеге жем болам ба? Денемнен майлы сілекей бөлдім де, әлгіні аямай майлап тастадым. Майға түскен ол қимылсыз қалды. Сөйтіп, оны майлай бердім. Ешқашан шыға алмайтындай еттім. Кеше сенің атанаң сол паразитті көріп, жүректері жарылардай қуанды. Паразитті ұстап алып, үлкен олжаға кенелдік деген адамдар ақымақ па деп ойлаймын. Ол паразит қой, абайламаса адамды да жеп қоюы мүмкін. Айдана аузын ашып тыңдады. Қуыршағы әлдеқашан әңгімесін аяқтаса да, қызық ертегінің жалғасы оның көңілінде болып жатты. Оның ойын, әй не болды соншама аузыңды ашып, деген анасының сөзі бөліп жіберді. Анашым, менің қуыршағым қызық оқиғаларға көп куә болыпты. Оның әңгімесі сондай ұнайды, деді. Я, айтқыш екен. Қайдағы паразитті айтып зәремді шырды ғой өзі, деп анасы да сабасына түскенде сөйледі. Қабыршақ, деді анасы қуыршаққа. Оның көңілінде көп сұрақ бар еді. Сонда інжу тасы сен сияқты қабыршақтардың сілекейінен пайда болады деп айтқың келіп тұр ма? Деді. Қуыршақ Айдананың анасының сұрағына түсінбеді. Ол түсіндірші дегендей Айданаға жалтақ-жалтақ қарады. Оны Айдананың анасы аңғармады. Анасының сөзі Айданаға да түсініксіз еді. Ол қуыршағына не деп түсіндірерін білмеді. Сонымен бұл сұрақ жауапсыз қалды. Бұл бір қызық болды, деді анасы. Қане, екеуің де тез ұйықтаңдар. Қызы жүгіріп барып төсекке жата қалды. Ал қабыршақ сол күйі су үшін жүзіп жүре берді. Жарық сөніп, анасы шығып кеткеннен кейін қуыршақ: Айдана, деді. Әу, деді қыз. 5 бөлімнің соңы. Жалғасы бар.